Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте дәмді, сырты қытырлақ, керемет чебуреки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырының илеуімен бастаймыз. Ол үшін 300 грамм ұнымызға жарты шай қасық тұз салып және 20 грамм сұйық май құйып, одан кейін аз-аздан су құя отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырда ешқандай түйіршік, іртік қалмау керек. Міне орташа тығыздықта массада иленген қамыр шықты. Енді салфанға салып 20 минуттай қалдырамыз тындыруға. 20 минут өткен соң қамырымызды алып, қолымызбен илеп сопақша пішінге келтіреміз. Одан кейін өзіңізге ыңғайлы ретінде бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Таразы болса таразының көмегімен, болмаса көз мөлшерімен бөлуге болады. Мен 40 граммнан теңдей бөлікке бөліп шықтым. Енді әрбір бөлінген бөлікті осылай домалақ пішінге келтіреміз. Барлығын болған соң бетін жауып қоямыз, кеуіп қалмас үшін. Біртіндеп алып жая береміз. Менде салмасына піскен ет болды. Егерде фарш болса, олдан да өте дәмді шығады. Менде піскен ет қалмас үшін осындай чебуреки пісіріп жүремін. Салмасына пияз турадым, дәміне қарай тұз, бұрыш, сеу, осылай салмасын дайындап алдым. Одан кейін нанымызды біртіндеп алып, оны себелеп жая береміз домалақтап. Құрметті көрермендер, осындай қазақ тілді каналдың кеңінен дамуына кішкене болсын өз үлесіңізді қосып, осы видеоны аса лайк басып, комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырыңыз. Енді жайылған қамырға шетіне салмасын салып, бетін жауып, шетін жақсылап түйіп, жабыстырып, шанышқының көмегімен шеттерін басып шығамыз. Міне чебурекіміз осындай дайын болды. Осылай жасай бересіздер. Тағы да бір көрсетіп өтейін. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, жанында қоңырауын басып қойыңыз. Тағы да бетін жауып, одан кейін шеттерін жақсылап басып, шанышқының көмегімен осылай басып шығамыз. Сонда қытырлақ болады. Міне чебуректеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған майға чебуректі салып пісіре береміз. Қызартып пісірген жақсы. Бірінші беті қызарып, енді екінші бетіне аударамыз. Екінші бетінде осылай қызартып пісіреміз. Міне осындай көтеріліп, өте әдемі шығады. Міне чебуректеріміз дайын болды. Өте дәмді, көтеріліп, қытырлақ болады шеттері. Өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады.
ешқандай қиын емес, жасалу оңай. Сіздермен болған Жансая. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.